Самое главное, плачевное состояние с той стороны, с этой стороны. Вот они, кирпичи, которые вытаскиваются просто так. 16 пәтерлі мына үйдің тұрғындары ертеңгі күндеріне алаңдаулы. 100 жыл бұрын салынған үйлердің тозығы жеткен. Қабырғалар жарылып, үй ішінде су кіре бастаған кезден-ақ тұрғындар дабыл қаға бастаған. Бірақ одан шығар нәтиже жоқ. Тұрғындар жанайқайымызды бірде-бір жауапты орган естімей отыр деп наразы. Крыша второго этажа у нас течет. Шатырдан су ағады. Бірінші қабаттағы үйлерді түгелімен су басқан. Үйдің 95% тозығы кеткен. Плачевное состояние квартиры. Біздің пәтерлеріміздің барлығы тұруға жарамсыз. Қолымыздан келетін жөндеу жұмыстарын жасаймыз. Дегенмен бір күні құлайды. Мен өзім үшін емес, балаларымның болашағы үшін алаңдап отырмын. Күлбаршын Бекебаева 11 жыл бұрын осы үйден пәтер алған. Бірақ үйінің ескі болғанымен ешқандай ақауы болмаған дейді ол. Зейнеткердің соңғы 6 жылы жауапты мекемелердің есігін тоздырумен өткен. Бірақ нәтиже жоқ айтуынша. Бұл мәселе 2009 жылдан басталды. Мен 2009 жылдан бері жүгіріп жатырмын. Келген жоқ. Мен өзім лично барып жүрмін. Мен өзі бәрі оңды біледі. Потому что мен суда қалдым. Маған акимат ничем не помогал. Әкімдіктегілер болса үйдің тек 2012 жылы апатты деп танылғанын айтады. Дегенмен пәтер кезегін күтуден басқа ешқандай амал жоқ дейді. Граждане, проживающие в этом доме. Бұл үйдің тұрғындарының біразы кезекте тұр. Олар жаңа пәтерді тек кезек бойынша ала алады. Өйткені заңда пәтер апатты деп танылған үйге бірден пәтер беру қарастырылмаған. Ал шенділердің бұл сөзіне тұрғындар қанағаттана қойған жоқ. Өткені көп пәтерлі үй бүгін ертең құлауы мүмкін. Ал үй кезегінде тұрған олардың кезегі жылжитын емес.